Сәлем достар, бүгін мен психология пәнінің пайда болуы және міндеттері жайлы айтатын боламын. Психология ежелгі ертеден келе жатқан ғылым салаларының бірі болып табылады. Яғни адамдар не себептен аспан көгілдір, жапырақ не себептен жасыл, сырттан келетін қатты дыбыстарды есту арқылы, қатты жылы суықты сезіну арқылы сол кездегі ойшылдар әртүрлі тұжырымдар жасай бастайды. Яғни психология психикалық құбылыстардың пайда болуы мен дамуы және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Яғни құбылыстардың мидағы әртүрлі бейнелері болып табылады. Біз күнделікті өмірде білгенмен ғылыми түрде ажырату өте оңай. Психология грек тілінен аударғанда психе, жан, логос, ілім деген мағынаны білдіреді. Яғни біздің заманымызға дейінгі 2,5 мың жыл бұрын Аристотель есімімен байланысты. Ол сол кезден бастап зерттей бастаған философия, әдебиет, медицина, жаратылыстану салаларымен астарласа дамып келе жатыр. Яғни адамда тәннен тәуелсіз жан болады деп айтады, мәңгі бақи жасайды. Жан адамда барлық психикалық құбылыстарының дамуына тікелей әсер етеді деп айтады. Яғни сол кезде адам ұйықтаған кезде жан уақытша кете тұрады, оянған кезде жан қайта келеді. Егер қайтып келмесе, ол адам өледі деп тұжырым жасайды. Психология ғылымының тарихы бір-біріне қарама-қарсы тартысқа толы болды. Себебі Демокрит психика оттың атомдарында қозғалмалы, өзгеріп, өшіп, жанып отырады. От сияқты өшіп, жанып отырады деп материалистік тұжырым жасайды. Ал Платон есе жан мәңгі өлмейді, өшпейді деп тұжырым жасайды. Яғни осылайша екі түрлі көзқараста дами бастайды. Шығыстың ойшылы Әл-Фараби айтады. Әл-Фараби дүние материядан құралады, ол жойылмайды, бір түрден екінші түрге көшіп өзгере береді. Жан денеден бұрын өмір сүрмейді, бір дене екінші денеге орналаса да алмайды деп айтады. Осылайша 1879 жылдан бастап неміс ғалымы Вильгельм Вундт алғаш рет эксперимент жүргізу лабораториясын ашады. Сол кезден бастап ғалымдар әртүрлі аппараттар ойлап бастайды. Жоғарыда айтып өткен ғалымдардан бөлек Герофил, Эразострат, Гиппократ, Гален, Абу Али ибн Сина, Декарт, Спиноза, Дидро, Вольф ойшыл оқымыстыларымен тығыз байланысты. Психикалық құбылыстардың табиғи ғылыми негізін жасауда оның материалистік тұрғыдан түсінуге орыстың ұлы ғалымы Сеченов рефлекстер жөнінде пікірлері мен Павловтың жоғарғы жүйке қызметі туралы ілімінің маңызы зор болады. Яғни психология дегеніміз өте ескі, бұрыннан келе жатқан қаншама ғалымдардың зерттеуімен, ой көзқарастарының арқасында пайда болған, дәлелдеулерінің арқасында пайда болған ғылым саласы өте шексіз. Сол кезден бастап психоанализ, бихевиоризм, гештальт психология, гуманистік психология, трансперсоналды психология, жеке-дара психология, дифференциалды психология әртүрлі бағытта дами бастайды. Қазақстанымызда да психология ғылымының қалыптасуы соңғы 10 жылдықта 70-ші жылдардан бері қарай дами бастады. Алғаш рет негізі біздің Абай, Шәкәрім, сондай ғұламаларымыз, жазушыларымыздың
өлең жолдарында да болды. Жаңағы қазан төңкерісінен кейін Жұмабаев, Аймауытов еңбектерінен көруге болады. 1938 жылы Төлеген Тәжібаев Ленинградта диссертация қорғап, Алматыға келгеннен бастап психологиялық еңбектер пайда бола бастады. Психологияның міндеттері психикалық құбылыстарды саналы тұрғыдан зерттеу, психикалық құбылыстардың физиологиялық тетіктерін зерттеу, психикалық құбылыстардың қалыптасуы мен барысын талдау, психикалық білімдерді адам өмірі мен іс-әрекетіне жоспарлы түрде енгізу болып табылады. 1947 жылы Қазақ педагогикалық институтында республика бойынша тұңғыш психология кафедрасы құрылды. 47-53 жылы логика және психология бөлімі ашылды. 69 жылы Каспий мен Қазақ медицина университетінде психологиялық аспирантура ашылды. Осы жылдардан бастап біздің Қазақстанымызда да психология ғылымы зерттелініп келеді. 100 мыңдаған жыл сайын мамандар даярланып шығады. Ұлы Отан соғысынан кейінгі әскерлердің психологиялық көзқарастары, оқушылардың отанға деген сезімдері, яғни жетім балалар үйінде барлық жерде психологиялық зерттеулер тереңнен жүргізіле бастайды. Осы күнге дейін психологияның ғылымы тоқтап қалған жоқ. Қайта соңғы 10 жылдықта өте қарқынды дамып келе жатыр. Бұл әрі өте қызықты, әрі өте күрделі мамандық. Алдағы уақытта тағы да салалармен бөлісетін боламын.